Онлайн платформалар арқылы жұмыспен қамтылған азаматтар үшін арнайы салық режимі енгізіледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова. Қазақстанның өздері таксопарк ашу керек. Өйткені жаңағы Яндекске төлеген налогты болмаса басқа жаңағы услугаларды сол Қазақстанның өзінің таксопаркіне төлеген дұрыс. Өйткені не болса да Қазақстанға тамады деген ғой жалпы. Бұл өте қате нәрсе. Уже өкімет қарапайым халықтың күнкөрістері сол таксопарк етіп миллиондап тауып атқан ештеңкеміз жоқ. Бірақ халық қашан көрсең де әйтеуір бізден налог сұрайды, жолға налог сұрайды, біз платный дорогада жүрміз. Бірақ тесік жолдар Индравер енді Яндекске біз былай да төлеп тұрмыз. Енді Қазақстан тағы да алса, онда қаяқтың жұмысын істейміз. Олар нетіп отырып алып салық деген қашан қояды? Таксистерден налог алу үшін сондай бір сайт, осындай бір таксопарк сияқты, осы Индрайвер сияқты Қазақстанда да сондай өз мемлекет өзі ашса бізде таксистерге, біз сомен пайдалансақ, сол кезде налог төлеуге болады. Мына жерде қазір Индрайвер біз бір адам аламыз, оған 95 теңге ұстайды, 1000 теңгеге адам алсаң. Таксопарк 25 теңге ұстайды, әр суммаңа қарап ұстап отырады Индрайвер. Яндекс ол вообще көп сумма ұстайды. Яндекспен мен өзім істемеймін, ол көп сумма ұстайды. Яндекстің жаңағы көп ұстайды, и плюс жері, сен ана клиент апарып үйіне жетпей атып екінші клиентті беріп отырады, оны апарсаң үшіншісін беріп отырады. Индрайвер олай емес, Индрайвер өзің таңдайсың клиент, өзің апарасың. Бірақ қарапайым халыққа кеп, айналып кеп, қарапайым халыққа кеп не қылады да, жаңағы жоғарыдағылар бәрі емес, енді жаңағындай ғой, бір жаңалық аштым деп ойлайтын шығар жаңағы Тамара ханым. Бұл жаңалық емес, халық өзі итакта, мен мысалы 300 бір бәле 20 мың ба кредитім бар. 24 сағат таксовать етпейміз енді. Басқа да жұмыстарымыз бар, бірақ арасында таксовать етуге болады. Бірақ арасында таксовать ететін адамдарға бірақ налог жағы өте ауыр болады. Өйткені енді постоянно істейтін адамдар болатын болса, жақсы ол да. Яндекстің процентінен азырақ істейтін болса, Яндекске төлеп отқан процентті және налогтың ақшасын жаңа қазақстандық ашқан таксопаркке төлейтін болса, медстраховка соның ішіне барлығын кіргізетін болса, ашуға болады, дамиды. Дәл солай істейтін болса. Негізі налогпен жақсы ғой. Легальный жаңағы не болады андай, заңды түрде болады барлық нәрсе. Ал заңсыз алатын көшеден по пути алып кете беретіндерді оларды өздеріне арнайы штраф шығару керек. Айыппұл. Неге өйткені ол таксистердің жұмысын кедергі келтіреді бір жағынан. Екінші жағынан олардікі заңсыз деп айтамын. Солай. Жоқ, негізі былай салық төлегенде қалай салық төлейміз өзіміз? Мысалы, алаңнан кешкен таксовать етесің бір. Мысалы, 500 теңгеге клиент алатын болсаң, соның 50 теңгесін процент ұстайды да, одан кейін Индрайверге төлейтінің бар. Сонда ол қанша теңге? 500 теңгемен алып барсаң, соның 300 теңгесі сонда қалады да. Біз сонда азынан кешке дейін 10 заказ алып баратын болсақ, 300 теңгеден 3,5 теңге табады да, 3,5 теңге қалады. Аса бензинімізге не төлейміз сол кезде? Бұл өз үкімет деген өзі не ойлап жүр өзі? Бұл жоғарыдағылар бір андай бастар істейтін біреуді қою керек екен сол жерге негізі. Тек бұл енді халықты жеу ғана қалды ма, енді басқа не қалды енді вообще? Не қалды басқа? Өзіңіз былай ойлап қарасаңыз, халықты деген тек жеуден жеу отыр ғой, бензинді де көтеріп тастады. Жаңа қазір мынау дизель деген вообще 460-тан болып отыр. Ол вообще болмаған ғой бұл кезге дейін ондай нәрсе. Мен де қазір Индрайвермен анда-санда бір жүрем, ана-мына барғанға бензинге деп жүрем, оның өзінің бензиннен артылмайды екен, шынымен де қарап тұрсаң. Өзінің проценті бар жейтін. Одан кейін Индрайверге төлейтінің бар. Таксопарк бар анау жейтін тағы да. Сонда біз не балашағымызбен қалай асыраймыз, немен асыраймыз сонда? Азына кешкен таксовать етіп, үйге 2000 теңге алып барасың, мейлі оның өзі нан мен памперске кетеді, болды. Түсінбеймін мен, салық деп. Так машинаға да салық төлеп отырық қой. Машинаға төлеп отырық. Несіне төлеп отырық. Проценттеріне төлеп отырық. Енді неге төлейміз енді? Ертең жүрген жолыңа төле демесе болды ертең. Тек халық жеу ғой мынау.
продукттың бәрі қымбат қазір. 1000 теңгемен қазір бір нан мен бір памперс аласың, болды, сонымен үйге айтасың. Салық төлеген дұрыс емес қой. И так та оған не төлеп жатыр ғой, каждый заявкаға 1000 теңге төлейміз ғой, каждый заявкаға. Бұл деген өте дұрыс емес нәрсе ғой. Өйткені таксисттар таксопаркке де төлеп жатыр, Яндекстің өзіне де комиссия төлеп жатыр. Одан кейін налог төлейтін болса вообще ғой. Құлаққа кірмейтін әңгіме ғой. Мемлекет ол ана басшылар таксисттардың қалтасына түскенше анау басқа да жақсы мәселелер шешпей ма? Не ол? Ұят емес па? Халық деген әрең күнін көріп жүрген кезде ол тағы салыққа не қылып жатқан екен. Болмайтын тема бұл.